Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды қаласы Әлімхан Ермеков атындағы мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі Омирбаева Майгүл Рымбековна. Құрметті әріптестер, бүгін мен бастауыш сынып оқушыларының функционалдық оқу сауаттылығын қалыптастыру атты тақырыпта өзімнің іс тәжірибеммен бөлісемін. Мақсаты әдіс тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын қалыптастыру. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бүгінгі заманның басты талабы. Педагогтың шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі, бұл заман талабынан туындап отырған мәселе. Жоғарғы деңгейде сабақ беретін оқытушының алдынан шыққан оқушы өмір айдындағы өз жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда білім берудің алатын орны ерекше. Олай болса, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда біз тек оқулықпен ғана шектеліп қана қоймай, кең түрде әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап, ыңғайластыруымыз керек. Тұлға құзыреттілігін дамыту үшін, яғни бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда жаңа инновациялық әдіс тәсілдердің ең тиімдісін пайдалану жоғарғы нәтиже береді. Функционалдық сауаттылық деген не? Функционалдық сауаттылық дегенді таратар болсақ, адамдардың, яғни жеке тұлғаның әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығы термині кең мағынада қарапайым оқу біліктілігін емес, мәліметтерді айқындай білу қабілетімен анықталады. Мектеп жасындағы балалардың тек оқу техникасын меңгеруі қазіргі таңда қабілеттілік болып есептелмейді. Оқу сауаттылығын туралы түсінік білім алушылардың әртүрлі формаларда берілетін мәтіндерді түсіне білуі, олардың мәні мен мазмұнын түсініп тұжырымдауы және білім алушыларды мектептен тыс уақыттарда әртүрлі өмірлік жағдайларды шешуде оқығанын қолдана білу, іс-әрекетіндегі қызметтерін бағалауға негізделген. Сөзімді нақтылай түссек, оқу сауаттылығы жазба негіз мәтіндерді түсіну, өз мақсатына жету үшін оның мазмұнын қолдану, қоғам өміріне белсенді қатысу үшін білімі мен мүмкіндіктерін қамту қабілеті. Яғни, оқушы мәтінді тек қана оқып қана қоймай, ол түсіне білу керек. Оқу сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығының негізі оқу сауаттылығы. Функционалдық оқу сауаттылығы мәтінді оқу және аудио ақпаратты түсіну, ақпаратты бар формадан бірінші формадан екінші формаға айналдыру, мәтіндегі ақпаратты қабылдау, қолдау және қайта өңдеп пайдалану, ауызша және жазбаша қорытынды жасау, күнделікті өмірде алған білімі мен біліктілігін пайдалану жатады. Оқу сауаттылығын дамытуда бастауыш сыныпта өтетін барлық пәнді қамти отырып, кешенді түрде қалыптастыру өте маңызды. PISA халықаралық зерттеу оқушылардың мәтіннен алған ақпаратты іздеу және алуын, кіріктіру және түсіне білуін, мәтіндегі хабарламаны ойлану және бағалануын тексереді. Мәтіннен ақпаратты іздеу және оны алу бөлігінде мәтінге көз жүгіртіп, сөз, сөйлем немесе сандық мән
ретіндегі қажет ақпаратты анықтауға мүмкіндік береді. Ақпаратты бірнеше мәтіннен іздеу тапсырманың шартына неғұрлым сәйкес келетін мәтінді таңдау мүмкіндігін молайтады. Әдебиеттік оқу, қазақ тілі оқу бағдарламасының мазмұны оқу сауаттылығына бағытталған. Оқу сауаттылығының маңызды компоненті әрине мәтіндер. Біз мәтінді жанр бойынша жіктеуге дағдыланғанбыз. Алайда оқушының өмірде жиі кездесетін тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін форматтарында назар аудару керек. Себебі көбінесе оқушыларға тұтас емес, тұтас мәтін, аралас мәтін форматында кездеседі. Оқу бағдарламасына сай тұтас емес мәтін түрлі ақпарат көздерінен құралады. Ал аралас мәтін тұтас және тұтас емес мәтіннен құралады. Журналдар мен веб-парақтарда негізінен аралас мәтіндер ақпарат көп беріледі. Аралас мәтінді ақпараттар жаңағы журналдар мен веб-парақтарда көп беріледі. Ал енді аралас мәтін негізінде кешенді тапсырмалар беруге болады. Яғни көбінесе олар жаңағы жаратылыстану, дүниетану сабақтарында пайдалануға болады. Оқушылар осы кешенді тапсырмаларды орындай отырып, олар мәселен ас мәзірін зерттеуді үйреніп, ас мәзірінде тағамның қалай жасалуымен қоймай, тағамның мәселен тапсырыстың бірнеше түрлерін құрастыруға үйренеді. Сонымен қоса, үш тағамнан тұратын түскі астың тапсырысын қалай жасалуын, тапсырыстың мысалы ең қымбат және ең арзан түрлерін есептеп үйренеді. Ас мәзірін жарнама жасауға үйренетін болады. Жарнамалап, яғни оларды көрсетіп, олардың жасап алу жолдарын ұсына білетін болады, үйренетін болады. Мәтіннен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру кезеңдері бірнеше. Мәселен, бірінші сыныпта оқып үйрену, оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну, сұраққа жауап беру. Ал екінші сыныпта мәтінмен жұмыс істеудің бастапқы дағдыларын қалыптастыру, мазмұндау, бөлікке бөлу, жоспар құру деген сияқты. Оларға мінездеме беру, іс-әрекеттерін сипаттау деген сияқты кезеңдер. Ал үшінші және төртінші сыныптарда мәтінмен жұмыс жасау кезеңдерді өзгеше, яғни күрделене түседі. Мұнда ақпарат таба алу, ойын монолог түрінде жеткізу, мәтіндегі негізгі ойды анықтау, мазмұнын болжау, сұрақтарға жауап құрастыру, тақырыбы ұқсас түрлі жанрдағы мәтіндерді сипаттау немесе салыстыру. Көрдіңіздер ме? Өте күрделі кезең. Ал енді мәтін мағынасын түсінуде қандай әдістер қолдануға болады? Әрине, балалар мәтінді оқығанда тек қана оқып қана қоймау керек. Оны түсіне білу керек. Енді қандай әдіс тәсілдер қолдануға болады? Менің өзімнің сабағымда, мәселен, мен бірнеше әдістер қолданамын. Әдебиеттік оқу сабағында бір бөлек, дүниетану, жаратылыстану сабақтарында бір бөлек әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Немесе әдебиет сабағында қолданған әдісті дүниетану мен жаратылыстану сабағында қолдануға да болады. Мәселен, мәтінді алайық. Енді екінші сыныптағы әке мен бала мәтіні.
Оқушы оқыды, енді оның оқығанын қалай түсінгені білу үшін суреттер арқылы көрсетуге болады. Уақыт сызығына оқушылар суреттерді жинақтайды, берген суреттерді. Сол суреттерді уақыт сызығына жинақтай отырып, кезең-кезеңімен оқушылардың түсінгенін білуге болады. Яғни сұрақ қоя отырып, алғашқы сурет оқиға неден басталды деген. Оқиға балалар неден басталды? Кәне суреттерден іздестірейікші деп, кезең-кезеңімен олар іздестіре отырып уақыт сызығына тізбектеп қоя отырады да, ең соңында сонымен балалар оқиға немен аяқталды? Кәне қандай суретті уақыт сызығына қоямыз дегенде оқушылар өздері соны жылдам суреттерді қарап отырып, жаңа жұмыстарын аяқтайды. Содан осы уақыт сызығына суреттерді тізбектеп ілу арқылы оқушылардың мәтінді түсінгенін білуге болады. Келесі әдіс бағытталған оқу. Бұл әдіс мәтінді оқу барысында сұрақтар арқылы оны түсінуге бағыттайтын стратегия. Сонымен қоса, жетелеуші 7 сұрақ стратегиясы. Бұл стратегияда 7 сұрақ беріледі. Оқушылар мәтінді оқығаннан кейін берілген сұрақтарға жауап бере отырып, өздерінің оқығанын, түсінгенін жеткізеді. Яғни осы сұрақтарға жауап іздейді. Тақтаға жетелеуші 7 сұрақты іліп қоюға болады. Сұрақтары не, кім, неге, қайда, қашан, қалай. Егер де олай болса, не болар еді деген сұрақтарды іліп қойсаңыз, оқушылар мәтіннен осы сұрақтарға жауап іздеп, сізге яғни кері байланыс жасайды. Оқушы мәтінден түсінгенін сіздерге оқушыларға жеткізеді. Міне осы жетелеуші 7 сұрақты пайдалануға да болады. Сонымен қоса, иллюстрациялық бейнелеу әдісі. Бұл да өте керемет әдіс. Мен өзім сабақтарымда қолданамын. Яғни мәтінді оқушы